Гүлзе асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше тағамдардың бір түрі, қазіргі күнде хит болып таралып жатқан рецептің түрі, шашлык түрі, Наполеон шашлык деп аталады, және де немесе лаваштан жасалған шашлык деп айтуымызға болады. Соны жасап көрсететін боламын. Бізге қажет заттар: тартылған ет, менде сиыр еті және морозилкадан шығарған, кішкене қатыңқырап тұр. Және де бізге болгар бұрышы, яғни қызыл, осындай майдалап тура ванила дайындап қойдым. Және де укропымыз қажет болады. Тұзын, қара бұрыш және паприканы міндетті түрде саламыз. Барлығын салып, жақсылап қолымызбенен осылай араластырып алатын боламыз. Тағамдардың арасында осылай жасап беріп тұратын болсаңыздар, өте керемет болады. Қасына гарнирге картоп қайнатып, немесе күріш қайнатып қосып жібересіздер. Мінекей, менде пияз турап алдым, майдалап. Пиязды блендерден өткізіп, майда езіп алсаңыздар да болады. Туралған түрін қолдандым. Осылай қолымызбен мыжғылап отырып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Видеомды көре отырып, каналыма тіркеле отырыңыздар. Менің каналымда өздеріңізге керек пайдалы рецептерді таба алатын боласыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Менің видеоларым сіздерге SMS түрінде келіп отыратын болады. Пайдалы рецепт болып қалуы мүмкін. Мінекей, барлығын араластырып дайындап алдық. Енді лавашымызды дайындаймыз. Менде осындай ұзын көлемдегі лаваш 4 дана. Оның барлығын 4 бұрышты етіп алуымыз қажет. Сол себепті дөңгеленген жерін қырқып алып тастайтын боламыз, және екі шетін. Кесіп алдық. Енді лаваштарымыздың үстіне жаңағы дайындап алған салмамызды салатын боламыз. Керегінше осылай қасықпенен алып аламыз, және оны тегістеп жайып шығуымыз қажет. Лаваштың көлемі кішілеу болуы да мүмкін. Сол себепті 3-4 түрінен жасайсыздар. Мендегі ұзын болғандықтан кесіп бір-біріне қойған кезде жеткілікті болды. Сол себепті үшеуін қолдандым. Осылай кезектесіп отырып, барлығын видеодағыдай етіп жасап аламыз. Мінекей, үшіншісін де қойдым. Үшіншісі менде еті кішкене аздау болып қалды. Ештеңе етпейді. Арасында былай араластырып қойып жібереміз бір-бірінің үстіне қойған кезде, сонда білінбей кетеді, яғни толық піседі. Жақсылап кесіп алуымыз қажет. Астыңғы лаваш өте жұқа болғандықтан, білесіздер, кішкене қатыңқырап тұрады. Кескен кезде білінбей. Осылай барлығын кесіп алып дайындап аламыз. Комментарий бөліміне қандай видео рецепттерін көргілеріңіз келеді, жаза кетсеңіздер болады. Алда ораза келе жатыр, міндетті түрде рецепттерді көріп отырыңыздар, жіберіп алмаңыздар, өте керемет рецепттер шығаратын боламын. Мына тамағымызды да, мысалға, оразада дайындап берсеңіздер болады. Кешкі асқа гарнирменен ұсынасыздар. Енді осы кесіп алынған лаваштарымыздың бір-бірінің үстіне дәл видеодағыдай етіп қойып шығамыз.
мінекей кесіп дайындап алдық, бір-бірінің үстіне қоямыз. Және де осылай жерге жатқызып, лавашымыздың барлығын бір тегіс етіп, ағаш шпажкаларымызды видеодағыдай етіп орналастыратын боламыз. Лаваштың көлеміне қарай шпажканы орналастыратын боласыздар. 4-еу, 7-еу мүмкін. Менде ұзын болғандықтан 5 жерінен осындай шпажка қойып шықтым. Кескен кезде де үлкен болып кетпеу керек. Биіктігіне де мән беретін боласыздар. Шпажкаларымызды осылай орналастырып шығамыз, және де осылардың арасын екі жағына бірдей ететіндей етіп кесіп шығатын боламыз. Енді осылай пергаментімізді төсеп, протеинге орналастырамыз. Және де менде бұл жерде кішкене кетчуп қостып, және де томат пастасы, оған кішкене су құйып, бір келкетіп осылай араластырып алатын боламыз. Және де щеткаменен мынау шашлықтарымыздың бетіне жағып шығамыз. Бір келкетіп бетіне және лаваштардың барлығына тигізіп жағып шығатын боламыз. Сол кезде қып-қызыл болып пісіп шығады. Фарштарыңыз етті болғаны дұрыс. Менде кішкене майлылау болды. Сол себепті майлары еріп, майлы болып шыққан. Ал сіздерде тек қана етті қолданатын болсаңыздар, балдарға да ойланбай жей беретін болады. Енді осы дайын шашлықтарымызды пешке жіберетін боламыз, яғни 25 минут, ары кетсе 25-30 минутта пісіп шығады. Арасы екі бетін дұрыстап қойып алсаңыздар болады. Менде видеода қатты күйген сияқты көрінген, бірақ та қып-қызыл болып піскен, қызарып тұр. Лаваштың шет жақтары өте жұқа болғандықтан кішкене қарайған. Оған менде мына жерде грибной соус бар. Оған батырып жей бересіздер. Соусты өздеріңіз чесночный етіп дайындасаңыздар да болады.